Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, қарап отырсаңдар, бүгін біз 4-тоқсандағы Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» әңгімесін оқып жатырмыз. Бүгінгі сабақтағы көңіл күйлерің қалай, балалар? Күшті. Өте жақсы, иә. Бүгінгі сабағымызда қол жеткізетін мақсатымыз ол шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бүгінгі сабақта жеткізетін табыс критерийларымыз. Шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармамен салыстырамын. Екінші табысымыз тарихи және көркемдік құндылығын бағалай аламын. Енді балалар, сабақтағы табысымызды дөңгелек шәкілі арқылы бағалаймыз. Жалпы сабақ барысында 3 тапсырма орындаймыз. Осы 3 тапсырманың орындалуын осылай көрсетіп отырсаңдар болады. Түсінікті ме, балалар? Олай болатын болса, балалар, суретке қарайықшы. Суретте не бейнеленген? Суретте бұл жерде атом бомбасының жарылуы бейнеленген Қазақстан жеріндегі Семей полигоны. Жақсы. Екінші суретте Жапон халқының туы мен Америка халқының туы көрсетілген. Жақсы. Бұл біріншісі Семей полигоны, яғни мәңгілік бала бейнесіне байланысты деп ойлаймын. Жапон баладасы ол Жапон халқының және Американың туы болғандықтан. Американың сол жапондықтарға бомба тасталғанның кесірінен сол жапондықтар зардап шеккен. Жақсы, олай болатын болса, балалар, мәңгілік бала бейнесімен бағыттас, мазмұндас бір шығарманың мазмұнымен танысамыз. Олай болсақ, кішкене видеоға көңіл аударайық. Ғабит Мүсіреповтің «Жапон балладысы» қара сөзбен жазылған баллада жыр. Адамзат тарихында тұңғыш қолданылған атом бомбасының ауыр зардабын шеккен Жапон халқының жан түршігерлік трагедиясын жазушы поэзиялық леппен, терең сыршыл сезімталдықпен жеткізе білген. Автор арқаның әңгімесі, көздің әңгімесі, тастың әңгімесі арқылы 20 ғасырдың ең сұмдық, ең жауыз қасіреті атом апатын әшкерелейді. Жазушы қара мрамор тасты сөйлету арқылы сұрапыл апат жайын, темір өртенген күн, тас өртенген күн жайын, адам баласының бұл маңайда түгел қырылып жоқ болғанын баяндайды. Көздің әңгімесінде 20 жыл бойы жарық дүниені көрмеген қыз көруден өз үмітін үзбейді. Ол, мен бұл апатты ешкімге тілемеймін. Әсіресе 90 қабат, 100 қабат үйлердің мұндай апатқа ұшырауын тілемеймін. Сол үйлерде құмырсқа илеуіндей ығы-жығы тұратын адамдардың үйіліп, өртеніп жатқанын тілемеймін деп жан даусымен үн қатады. Ал арқаның әңгімесінде дәрігердің арқаң Жапонияның географиялық картасындай деген сөздер арқылы автор ауыр апаттың азабын дәлелдей түседі. Ол жігіт 20 жыл ішінде арқасын 16 рет жаматқан. Атом бомбасының әсерінен екі үлкен қаланың қақ жарты халқы қас қаққан шақырылып, жоқ болғанына жігіт сенгісі келмейді, бірақ бұл ауыр қайғы ащы шындық екенін жазушы шебер суреттеген. Ғабит Мүсіреповтің «Жапон балладасы» шығармасын тыңдадық. Не туралы? Кім айтады? Атом бомбасының кесірінен талай адамдардың зардап шеккені баяндалып айтқанда, сол адамдардың жан айқайы, сол ядролардың кесірінен қаншама адам зардап шеккен. Және ол адамдардың айтуы бойынша олар бұндай қасіретті басқа ешкімге тілегілері келмейді. Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейнесі әңгімесімен мұна біз тыңдаған «Жапон балладасының» ұқсастығы, айырмашылығы, байланысы бар ма? Бар. Біріншісі ол тақырыбы деп ойлаймын. Себебі екеуінде тақырыбы бір, ядроға байланысты. Негізгі мәселелері, яғни идеялары бір ойда жинақталған. Екеуінің байланысы тақырыбы жағынан екен. Көтерілген мәселелер ортақ екен, кейіпкерлер тартқан қасіреті бір екен, және бұл жауыздықтың
шектен шыққан шығарманың ұқсастығы мен айырмашылығын Вен диаграммасына салайық. Ұқсастығы ол тақырыбы бір және адамдардың шеккен заты бір, ал айырмашылығы семей полигоны ол сынақ ретінде қолданылған және екінші Америка Кореяны басып алу үшін сол бомбаны ядроны атқан болатын. Өте жақсы. Тағы кім қосады? Кейіпкерлердің өз-өзімен тілдесіп, өзінің екі жақтағы кейіпкерлердің де өз сырларын біреуге айтуы, бір затқа. Аха, жақсы. Яғни ішкі жан дүниелерін сырласып шығарулары, я? Қандай айырмашылық таптыңдар? Айырмашылығы біреусіне қастандық жасалса, ал біреусі сынақ ретінде, яғни Семей полигоны сынақ ретінде берілген жарылыс болса. Аха, өте жақсы, өте жақсы. Жапонияға, ал Америкалар қарсы шығып бомба тастаған. Жапониядағы Хиросима Нагасаки қаласында ол жауыздықтың шектен шыққан түрі болады, иә? Өте жақсы, өте жақсы, керемет. Олай болатын болса, осы тапсырманы кім қаншалықты деңгейде орындай алды? Тез өзімізді бағалап жіберейік, балалар. Егер де жасылмен боясаңдар, мен бұл тапсырманы өте жақсы орындадым. Сары әлі де толықтыруды қажет етеді, қызылда мен қиналдым. Маликада сары екен, әлі толықтыруды қажет етеді екен, я, Малика, саған? Мен де сары. Неге? Себебі толықтыру керек деп ойлаймын. Өте жақсы, өте жақсы. Айсана, Мен де сары. бүгін бағала саралаудың біріншісі болып жатқандықтан, біз әлі де екі шығарманың ұқсастығы мен айырмашылықтарына көп ізденуіміз керек екен, иә? Өте жақсы, керемет. Олай болатын болса, келесі тапсырмаға кеттік. Бұл тапсырмада үзінді берілген, осы үзіндіден сендер тарихи және көркемдік құндылықтарын табамыз. Дәптерлерге жаза берсеңдер болады. Жапон балладасы. Қалайда екі көзден үміт үзе алмаймын. Көздерім қалпына келсе, бет ауызды оңай-ақ ажарлап аламын ғой. Ажарланбайтын не болды дейсің? Ақ мрамырдай қалпына демеді ме? Мрамыр емес, ақ құба болатынмын. Жапон қызының көбі ақ құба ғой. Айко маған көзіңе қызығамын деуші еді. Көзіңнің қарасы мөлт-мөлдір, ағы көгілді жарқырап тұрады. Кірпіктерің қою, ұш жағы азырақ қайқайып тұрады дейтін. 20 жыл бойы менің бөлмеме кірген бір адам мені қыз суқырма деген жоқ. Соның бәріне кім үйретіп қойды дейсің. Сондықтан мен бетімді ашық ұстаймын. Дауыс шыққан жаққа ығыспай қараймын. Амандасам, езу тартам. Сіздерге де соны істеп отырмын. Егер менің көздерім ағып кеткендей, қабақтарым инемен тігіп тастағандай желімденіп тұрса, сіздер де шошынып кетпес едіңіздер. Оның үстіне бет аузым ілбісін тырнағандай білем болса, қасыма келер ме едіңіздер? Бұл Жапон балладасынан алынған Айко қыздың өзінің ішкі жан дүниесімен сөйлесуі. Келесі үзінде. О, жарғай, мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтымын. Басқаларға адам емес, адам пейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, мұны Алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан. Олай ма, жарығай? Мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмағанда үмітімді сен ақтарсың. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Шынымен ақ мәңгілік өспей қалған бала кейіп пе? Ләйла қыз сөйлеп тұр. Мылқауай дөңгелеп алыстап барады. Ләйланы да, жерді де аймалап барады. Өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Я, менің де әп-әдемі, нәп-нәзік қыз болғым келеді. Ләйла жаңағы өзі жасырынып отырған қап-қараңғы терең сайдан жүгіріп шықты. Жасаурап, үкідей қадалған қыз көзіне сұп-сұлу, әппақ ай үрке қашып бара жатқандай көрінді.
сол 8 жастар мәңгілік бала бейнеде өспей қатып қалған Ләйлә тамыры адырайған, егде қолдарын сермеп көкке көтерді. Кестені толтырамыз. Бұл жерде не істейміз? Роза Мұқанованың мәңгілік бала бейнесіндегі жаңа үзіндіден алғандарың бойынша тарихи және көркемдік құндылықтарын жазып шығасыңдар. Ал екінші жапон балладасынан қандай қысқа болса да қандай құндылықты байқадыңдар? Менің ойымша Аймен сөйлесуі бұны психологиялық параллелизмге жатқызуға болады деп ойлаймын. Және де эпитет теңеу, яғни Ләйләнің Аймен сөйлесуі, Айды өзінің сырласына, досына теңеуі, оған барлық өзінің өкпесін, ойлаған затын барлығын айтады. Және де наным сенім. Мадина, өте жақсы, керемет. Мен айтсам, Екінші жапон балладасына келетін болсақ, ол жерде қыз баланың көз жанарынан айырылған жайлы туралы бізге берілген. Ол жерде өзін аққұба қызбын деп айтқан жаңа, сол жерде мен ойымша ол метафора деп ойлаймын. Және де қыз баланың өз-өзімен сөйлесуі менің ойымша монолог болып есептеледі. Әлі де толықтыруды қажет етіп жатыр, жақсы. Монолог деп ойлаймын. Баланың өз-өзімен сөйлесуі. Психологиялық параллелизм де бар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыңдар. Қарап отырсаңдар, екі шығармада да трагедиялық шығарма. Өзімізді бағалап кетелікші балалар. Менің саралап көтерген себебім, мен тарихи құндылығын дұрыс түсінген жоқпын. Әлі дамыту керек. Өте жақсы. Мен бір карандашты көрсеттім, себебі мен тарихи құндылықты жақсы түсіндім да, ал көркем құндылықта көптеген нелерді таппай қойдым. Өздерің жазған құндылықтардың ішінен біреуін аласыңдар да, бір тезис, 3 дәлел кестесін толтырамыз. Жапон қызының басқа адамдарға осы қасіретін тілемеуі. Бірінші дәлелім, ол өте қатты зардап шеккеннен кейін басқа адамдарға оны тілегісі келмеді. Екінші дәлелім, бұл жерде жаңа қыз 9 немесе одан да көп қабатты үйлерде бұндай жарыс болса өте жаман болады, яғни мен бұларды да басқаларға адамдарға тілемеймін деген. Үшінші дәлелім болса, ол өз-өзімен сөйлесу арқылы бұл қасіретті көріп, басқа адамдардың бұмен ауырмауы керек екен, және де өз денсаулығын күту керек екенін де түсіндім. Бұл ойын қатираға сездіріп, мүсәпір күйік танытқысы келмеді. Бірінші дәлел, жұрт баланың ішінде не болып жатқанын білмейді. Екіншісі, оның ешқандай достары жоқ, сырласы ешкім болмағаннан кейін Айға сеніп, одан өзінің досын тапқан болатын. Үшіншісі, Ләйләнің жалғызсырап қалуы. Осы бір ғана үзіндіде Ләйләнің өмірін мысалға кетіріп, Семей полигонынан елге тигізген зардабын, өмір қиындықтарын барға қанағат ету керектігін көрсеткен деп ойлаймын. Өте керемет Айсана. Осы тапсырманы қаншалықты деңгейде орындағандарыңды, түсінгендеріңді бағалап кетейік балалар. Мадина, неге сары көтеріп отырсың? Мен өзімнің айтқаныма кішкене ойымды дұрыс жинақтай алмадым, және де арғай мәлімет іздеуім керек сияқты. Өте жақсы. Мен жасыл карандаш көтердім, автордың не айтқысы келгенін түсіндім деп ойлаймын. Өте жақсы. Олай болатын болса, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Балаларды кемсітпей, ортаға өзі кәдімгі адам қатарында санау керек. Ондай балалармен бүйтіп шетке қалдырып өтуге болмайды, барлығымен дос болып жақсыласу керек деп ойлаймын өз ойым. Жақсы, өте жақсы. Малика қол көтеріп отыр. Малика. Біріншісі, жапон балладасындағы қыз баланың өз-өзімен тілдесті, яғни. Дәлел, мен мұндай қасіретті ешкімге тілемеймін деп сол қыз айтқан болатын. Яғни өз-өзімен сөйлесіп жатты. Мысал, мұндай жағдайға көп балалар өз-өзімен тілдеседі, өзінің күйзелісін басқа біреуге айтпастан өзіне қана жеткізіп отырады. Қорытынды, қандай жағдай болмаса да өзімізді сергек ұстауымыз керек, өзімізге сенімді болуымыз керек, және де ең бастысы денсаулығымызды дұрыс қадағалап ұстауымыз керек. Менің ойымша, өмірде болғаннан кейін бізге
кішкене жақындау болды, және де ол біздің өмірімізде, яғни біздің танитын жерлерде болған, бізге талдау оңай болды деп ойлаймын. Бүгін тапсырма орындау барысында сары қарындашты көтеріп отырған балалар сабақтан кейін осы тұстарын дамытады, қосады деген ойдамын. Және сенемін мен сендерге үйден осы бүгінгі тапсырмаларда сары қарындаш көтерген тұстарымызды толықтыруды ұсынамын. Сау болыңдар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.